Желіде жедел хабарлама барша хабардар болсын. Сәлеметсіздер қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлем және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астына бірден лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз қабатуларының қабырғаларына тиісін. Біз сізге ең жақсы сөзді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Ұлттық қордан балаларға төлем жасау заңы қабылданды ма? Бүгін мәжілістің жалпы отырысында кейбір заңнамалық актілерге Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан балаларға төлем жасау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңы екінші оқылымда қаралып қабылданды деп хабарлайды бүгін KZ порталы Қазақпарат сайтына сілтеме жасап. Заң жобасы парламент мәжілісіне биылғы 23 тамызға енгізілді. Оған парламент депутаттары бастамашылық етті. 14 маусымда мәжілістің жалпы отырысында заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Құжатта ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық кірісінің 50% балаларға 18 жасқа толғанға дейін олардың арнайы жинақтау шоттарына аудару ескерілген. Заң жобасының негізгі мақсатында балалардың 18 жасқа толғанға дейінгі нысаналы жинақтаушы шоттарында ақшалай жинақ түрінде мемлекеттен алғашқы көмек алуы қамтылған. Видеоролигіміз сізге пайдалы болған болса, достарыңызға жіберуді және де лайк басуды ұмытпаңыз. Қымбатты көрермен, сау сәлеметте болыңыздар.